Баршаңызға сәлем, сіздермен заңгер Айгерім Ермекбай. Бұл видеоны сіздердің қатты күткендеріңізді өте жақсы білемін. Себебі елдегі карантинге байланысты көпшілігі несиесін төлей алмай отыр. Оған себепші жұмыстың жоқтығы, кейбір жұмыс орындарының өз жұмысын тоқтатуы. Бірақ кішкене сабырлық танытып, осы індеттен аман-есен құтылып алсақ болды. Одан басқа еш нәрсе керек емес. Біздің құқықтарымыздың бұзылғанын біліп, біз оны қорғауға, сотқа жүгінуге мәжбүрміз. Бірақ біз мұны заң бұзылғаннан кейін жасай бермейміз. Көбінесе ол адамға сенім артамыз, ол адамның берген уәделерін күтеміз. Сөйтіп жүргенде біз өзіміздің кейде сот процестерімен айналысуға уақытымыз жетпейді. Ал кейбір кездерде уақытымыз бен жүйкемізді ысырап еткіміз келмейді. Сіздің құқығыңызды қорғау мүмкіндігі шектеусіз емес, оның да мерзімі бар. Уақыт өте келе өзін сотта дәлелдеу қиындай түседі. Ал оқиғалар куәлердің жадынан өшіріледі, құжаттар жоғалады. Сондай-ақ айналым ережелері өзгереді. Сондықтан да заңнама талап қою мерзімі сіздің құқықтарыңыздың немесе заңмен қорғалатын мүдделеріңіздің бұзылуынан туындайтын уақыт кезеңін білдіретін ережелерді белгілейді. Ол ережелер Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 177 бабында көрсетілген. Талап қою мерзімі заңда белгіленеді және де оны ешкім де өз қалауымен өзгерте алмайды. Жалпы талап қою мерзімі 3 жыл деп заңда белгіленген. Алайда егер де екінші тарап сот отырысында белгіленген мерзім өткізілген мәлімдесе және ол солай жасауы мүмкін, онда сот сіздің талап арызыңызды қанағаттандырусыз қалдыруы мүмкін. Дәл осы себептерге байланысты сіз өзіңіздің құқықтарыңызды қорғау үшін ертерек сотқа жүгінгеніңіз абзал. Көріп отырғанымыздай, сот талап қою мерзімін сотталушы белгіленген мерзім өткізіп жіберілген мәлімдеген жағдайда ғана қолданады. Егер қандай да бір себептермен мұндай мәлімдеме жасалмаса, шағым қарастырылады және мүмкін қанағаттандырылады. Бірақ осы сөзді, осы заңды оқып отқанда, саралап отқанда, сотта немесе қолданғанды өте жақсы көремін. Заңда талап қою мерзіміне жатпайтын бір қатар талаптар қарастырылған. Ол қандай талаптар? Соларға тоқтала кетейік. Біріншіден, мүліктік емес тауарларды және де жеке мүліктік емес құқықтарды қорғауға қойылатын талаптар. Мысалы, ар-намыс, қадір-қасиет пен іскерлік беделді қорғау, моральдық зиянды өтеу үшін. Ал екіншіден, салымшылардың банктік салымдар беру жөніндегі талаптары. Үшіншіден, азаматтың өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянды өтеу туралы талап қою. Алайда бұл жағдайда талап қою мерзім өткеннен кейін берілген талаптар шағым бергенге дейін 3 жылдан кешіктірілмей қанағаттандырылады. Ал төртіншіден, егер меншік иесі немесе меншік иесі мүлікке меншік құқығын жоғалтпаған болса, меншік иесінің немесе басқа заңды меншік иесінің құқықтарының бұзылуын жою туралы талаптары, мысалы, көрші үйдің сіздің жер учаскеңізді ластамауға мәжбүрлеу. Бесінші, сондай-ақ заңда көзделген өзге де жағдайларды айтуға болады. Сонымен 2016 жылға дейін банктер өзінің просрочка жасаған клиенттеріне 5 жылдан кейін немесе кейбіреулеріне 7-10 жылдан кейін де сотқа беріп жататын. Алайда керісінше, егерде клиенттер банкке шағымданатын болса сотқа, онда олардың талап арыздары бойынша онда ол кезде соттар срок исковой давности, яғни талап қою мерзімін өте қатаң қадағалайтын. Менің ойымша бұл кішкене әділетсіздеу болатын. Себебі көп жағдайда қарапайым адамдар өзінің заңгерлік білімі болмағандықтан өзінің құқықтарын білмей жатады. Ал банк болса заңды тұлға ретінде әрине күнде өзгеріп жатқан заңдарды өте жақсы біледі. Себебі өзінің заңгерлері бар. Алайда менің сіздерге айтатын қуанышты хабарым бар. 2017 жылы Қазақстан Республикасының банктеріне банктік және банктік қызмет туралы заңның 37 бабына
сәйкес банктік зайым шарттары орындалмаған және тиісінше орындамаған үшін қарыз алушыларға банктердің өтініші бойынша талап қою мерзімі 5 жыл деп көрсетілген. Бұл дегеніміз, егер де сіз несиеңізді 5 жылдан артық төлемеген болсаңыз, және де осы уақыт бойында банк сол несиені қайтару мақсатында ешқандай жұмыс атқармаған болса, онда 5 жыл өткеннен кейін ол өзінің ондай құқығынан айырылады. Яғни ары қарай сізге несиені төлемеуге болады деген сөз. Бірақ өкінішке орай бұл заң 2017 жылдың 1 қазанына дейін жасалған несие шарттарына қолданылмайды. Яғни бұл талапқа сай болу үшін сіздің несие шартыңыз 2017 жылдың 1 қазанынан кейін жасалуы керек. Ал енді 2017 жылдың 1 қазанына дейін жасалған несие шарттары бойынша не істейміз дейсіздер ғой. Ал енді сол жағдайға тоқтала кетейік. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 178 бабына сәйкес талап қою мерзімі 3 жыл. Бұл дегеніміз, егер банктен коллекторлық компанияға талап ету құқығын бергеннен бері 3 жылдан астам уақыт өтсе, яғни оған дейін коллекторлық компаниялар сізді сотқа бермесе, онда бұл несиені қайтармауға болады деген сөз. Бірақ бұл өте маңызды нәрсе. Егер несие алушы мұны сотта талап етпесе, соттың өзі талап қою мерзімін қолданбайды. Бұл дегеніміз, сіз сотқа шағымдану арқылы ғана талап қою мерзімін қолдану туралы өтініш бергенге дейін, және сот өзі бұлай жасамайды. Банктер несие портфелін тазарту үшін коллекторлерге мерзімі өткен несиелерді, яғни просрочкадан 90 күннен кейін асып кеткеннен кейін сіздің несие шартыңызды міндетті түрде коллекторлық компанияға өткізеді. Статистикаға сәйкес мұндай несиелердің қайтарылуы 30%-дан аз екен. Сондықтан да сіздің несиеңіздің коллекторлық компанияға өткені өте тиімді болып тұр. Себебі несие коллекторлық компанияға өткеннен кейін, егер сізді 3 жылдың ішінде коллекторлық компания сотқа бермесе, онда ондай мүмкіндігінен айырылып қалады. Яғни сізге несиені ары қарай төлемеуге болады деген сөз. Әрине, банктер мен коллекторлық компаниялар мұндай жағдайды қолдамайды. Сондықтан да сотқа бармайды. Себебі соттар көбінесе сот процесінде несие алушыларды жақтайтын, олар өте жақсы түсінеді. Сонымен осы видеоны қорытындылай келе, егер де сіздің несие шартыңыз 2017 жылдың 1 қазанына дейін жасалған болса, онда сіз өзіңіздің несие шартыңызды коллекторлық компанияға өткенін күтесіз. Өткен күннен бастап 3 жыл ішінде егер коллекторлық компания сізді сотқа бермесе, онда ары қарай ол несиені төлемеуге болады деген сөз. Ал егер де сіздің несие шартыңыз 2017 жылдың 1 қазанынан кейін жасалған болса, онда сіз банктың сотқа беруін 5 жыл күтесіз. Егер де осы уақыт аралығында банк сізді сотқа бермесе, онда ары қарай несиені төлемеуге болады деген сөз. Бұл заңды банкте, коллекторлық компанияда, сотта өте жақсы біледі. Бұл видеодан кейін сіз де бұл заңды өте жақсы түсіндіңіз деп ойлаймын. Ең бастысы сотқа баруға қорықпасаңыз болғаны. Сондай-ақ естеріңізге сала кетейін, банк немесе коллекторлық компания сізді сотқа қашан береді? Егер де сіздің атыңызда официальный жалақы, өзіңіздің атыңызда көлік, және де өзіңіздің атыңызда үй болатын болса ғана сотқа береді. Қалған жағдайларда коллекторлық компания немесе банк сізді сотқа бермейді. Осымен бүгін сіздермен несие жайында біраз ақпаратпен бөлістім, пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ұнаған болса, онда лайк басыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.